Қиярды ұнатпайтын адам аз шығар. Ол дәмді, әрі емдік қасиеттері де жоқ емес. Негізі қияр көкөніс емес. Көбіміз көкөністер қатарына қосып қателесеміз. Асқабақ, қарбыз, қызанақ секілді жидек болып саналады. Үндістан ормандарында жабайы қияр өседі. Олардың жапырақтары лиана секілді ағаштарды орап тұрады. Тағамға қиярдың түр-түрі қолданылады. Тұздалған, маринадталған, балғын піскен, тіпті ішіне фарш салынған түрі де болады екен. Одан түрлі салаттар, сорпалар, тұздықтар, мустар мен коктейльдер әзірленеді. Қиярды тамақ емес десе де болады. Өйткені оның 97% судан тұрады. Калориясы жоққа тән. Соған қарамастан қиярға майонез, қаймақ, өсімдік майын қосып салат әзірлесеңіз тойымды болады. Қияр ешқашан аллергия туғызбайды. Қиярдың құрамында калий тұздары бар. Ол организмді сілтілендіру қасиетіне ие. Ас қорыту бездерінің жұмысын ынталандырады, тәбет ашады, астың ішекпен жүруін тездетіп, перистальтиканы жақсартады. Қияр шырыны да тәбетті ашады. Несеппен өтті айдайды. Осының арқасында несеп тастарын ерітеді, ішті жүргізеді. Ол айқын бактерицидті қасиетке ие, жадты жақсартады. Атеросклероздің дамуына тосқауыл жасайды, жүйке жүйесін тыныштандырады және нығайтады. Терінің балғындылығы мен серпімділігін сақтайды. Қиярда судан басқа өзге де бағалы микроэлементтер мен минералды заттар бар, және бірнеше дәрумендер: каротин, пантотенин қышқылы, калий, кальций, магний, темір, кремний, фосфор, күкірт, йод. Қиярдың құрамындағы тартыран қышқылы көмірсудың майға айналуын тежейді, ал пектиндік заттар асқазан ішек жолының жұмысын жақсартады. Диетологтар артық салмақтан арылатын сауықтыру бағдарламаларына міндетті түрде балғын қияр мен оның шырынын қосады. Ол сондай-ақ гастриті, асқазан мен ұлтабар ойық жарасы, атеросклерозы, туберкулезі бар іші қататын науқастарға пайдалы. Көтеу кезінде балғын қиярдың бір бөлігін тік ішекке енгізуге болады. Ол қан кетуді тоқтатады. Қиярдың несеп айдағыс қасиетін ескеріп, оны жүрек ауруынан болған ісіктерге, цистит кезінде тағайындайды. Халық емінде ол бүйректен және қуықтан құм мен тасты шығаруға қолданылады. Бұл өте жақсы ем. Қалқанша без дұрыс жұмыс жасау үшін де қияр керек. Өйткені оның құрамындағы йод жеңіл сіңеді.